Баба қазақ кебісті, тас қапасқа өшікті, іздеймін деп кеңістік, кентін тастап көшіпті. Батыр қазақ қылышты, белін қашан шешіпті, іздеймін деп тыныштық, түзін тастап көшіпті. Ақын қазақ азаптың, бәрін тастап көшіпті, іздеймін деп азаттық, тауын тастап көшіпті. Бәрін тастап осы күн, жеткен ұлы мұратқа, домбыра мен бесігін тастамаған бірақта. Екшектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгін келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқтана. Бір шегінде биіктік бар, бір шегінде тереңдік. Ол мылқауды сөйлетеді, жылатады кереңді. Көкірекке толған кезде бар қуаныш, бар бақыт. Сандуғаш боп, бұлбұл болып сайрайды ол әр уақыт. Білгін келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан шежіре жоқ, одан асқан жоқтана. Домбыраның үнінде шежіре бар, тарих бар. Шанағына шаң қондырмас қазақ деген халық бар. Домбыраға бас неген талай асқақ алыптар. Домбыраның әуен әркез, еркін көкте қалақтар. Домбыраның пернесінде бақ береке байлама. Домбыраның әуенінде тәуелсіз ел айбара. Әлімсақтан бұзылмаған асыл тектің қаймаға. Домбыраның тиегінде мәңгілік ел қайнара. Домбыраға ұйып тұрса бейбіт елдің аспаны, мәртебелі аспабымның таусылар ма дастаны. Қане жұртым, домбыра дәурен сөйлесін. Армысыздар, өнер сері әлеумет. Домбырам жүрегіммен үндеседің, сенімен сырласымдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұрам сен болмасаң, өнердің не екенін білмесен деп. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай, бабамның көзіндей, дананың сөзіндей, қазақтың өзіндей қасиетті домбыра әлімсақтан бері ұлтымыздың қайғысы мен қуанышын тең бөліскен жан серігі болып келеді. Мінекей, осынау асылымызды ұлықтау мақсатында 2018 жылдан бері шілденің алғашқы жексенбісі ұлттық домбыра күні болып белгіленіп, жыл сайын өз дәрежесінде тойланып келе жатыр. Ұлттың ұлық мерекесімен барша қазақ жұртшылығын құттықтай отырып, арнайы домбыра думан атты онлайн концертімізді назарларыңызға ұсынамыз.
Ар қыс келгендей дүние бәрі қызық таң тамаша төсекте ұйықтап жатып түс көргендей базар балалықтың өтер бастап ішіп жеп отау үйде түстенгендей жар менен сақып жамал сұхбат қылсаң көңілдің айнасына қош келгендей ақ маңдай алма мойын сұлу жарлар ақылдың ар жағына күш бергендей тобықтай 90 сөздің түйіні бар соларды терең оймен тексергендей ой керме қастың керім сөзі таңертең таң алдырып кеш келгендей ойнасаң ойыңа алған қол қалған бәйгеде мінген атың бес келгендей жаманға ісің түссе күнің қарам бақырып әдеккеден еш көлгендей жақсының беті жарық көңіл раушан жылдарын сағынысып дос келгендей ол барымда алтын бастың базарлап қал кетерсің бір күн тастап көшкен елде жаманның арасы жер мен аспандай байқарсыз бір күн басыңа іс түскен кезде сасқандай мырза менен сараңды өлшестіріп қарасаң ылдый мен зәулім асқардай ғалым менен надандай салыстырсаң білерсің дария шіреп тасқандай аңлағанға осындай әр нәрсенің парқы бар қадірін білсең мысалау кәрілікпенен жасқандай өздеріңдей жақсының оңай емес алдында татаусыз сөзді табуға кібір тіктеп жасқанбай топқа кисе толымды тозбайтын беглік тондайсыз біз сіздерге астардай ойдағым менен қырдағым қуаң менен сырдағым қуанып бүгін отырмын есен сау басты қосқанғай опасы жоқ дүнияның өте шығар бір күні өлшеулі демің таусылса көзіңді жұмып ашқандай
домбыра күй күмбезін көкке өрлеткен көненің көзі, тәңірдің құдіреті. Кетпағаның күй күңіренесі, Ноғайлының зар заманы, Қазтуған Доспанбеттің жыр арқауы, Байжігіт пен Қазанғап, Құрманғазының күй төгілткен жан серігі. Бүгінгі музыка өнері бәйтерегінің тамырлы шежіресі. Олай болса, ұлттың ұлы мұрасы, бабалар аманаты домбырамызды қастерлей берейік.